Hello there достар. Бүгінгі сабағымызда біз сұрақ қоюды тағы да бір рет үйренеміз, қайталап өтеміз. Әсіресе present simple, past simple және present perfect шақтарында сұрақ қоюдың құрылымын бірге қайталаймыз. Әдеттегідей диалогтан бастаймыз. Дауыр және Абылай әдеттегідей өткен демалыстарын талқылап жатыр. What did you do last weekend? Өткен демалыста не істедің? I visited my grandparents. We enjoyed delicious food, worked in the garden, and watched old Kazakh movie. My name is Қожа. Өткен демалыста мен өзімнің ата-апама бардым. Біз күшті тамақ іштік, бақшада жұмыс істедік, және ескі қазақ фильм Менің атам Қожаны көрдік. Nice choice. Күшті таңдау. How was the movie after all these years? Соншама жылдан кейін фильм қалай болды? Сұрақтарға назар аударыңыз. What did you do last weekend? How was the movie after all these years? The story and how it was filmed are still good. Әңгімесі және оны түсірген жолы әлі де күшті. Sounds like a great way to spend time together. Бұл бірге уақыт өткізудің күшті жолы сияқты. Did you learn anything new about your grandparents during your visit? Өзіңнің ата-апаң туралы бір жаңа бірдеңе үйрендің бе соңғы рет келген кезде? They told me cool stories from when they were young. Олар жас кезінен бір күшті әңгімелерді айтып берді. And it was a fun time getting to know them better. It was a fun time. Және өте қызық болды олармен жақынырақ танысу. Getting to know them better. Мінекей достар, бұл жерде қанша сұрақ түрін байқадыңыздар? What did you do last weekend? Бұл қандай шақ? How was the movie after all these years? Did you learn anything new? Менің байқағаным бұл жерде барлық сөйлемдер past simple және бірнеше түрі бар. Сұрақтардың. Yes or no questions бар, арнайы сұрақтар бар, what, how деген. Енді олардың құрылымдарына өтейік. Ағылшын тілінде біз осыға дейін quasi деген құрылымды талқылаған едік, сұрақ қойғанда. Енді бұның сәл өзгертілген түрі, бірақ мағынасы тура сондай quasum. Question word, сұраулы сөз, auxiliary verb, ол көмекші етістік, subject, бастауыш, және main verb, басты етістік, немесе әшейін етістік. Егер сұрақ қойғыларыңыз келсе, арнайы сұрақ, белгілі бір ақпарат білу үшін осы quasum құрылымын қолданасыздар. Мысалы, what time does Айдана get up? Айдана сағат нешеде тұрады? What time, бұл question word, does, present simple'дың көмекші етістігі, do мен does бар, бірақ Айдана ол болған соң does. Одан кейін subject бастауыш, Айдана. Одан кейін негізгі етістік, main verb, get up. What time does Айдана get up? Бұл present simple. Ал енді past simpleға тоқталсақ, how much did you pay for it? Бұл үшін қанша төледің? How much, қанша, көмекші етістік past simple'дың did бәріне бірдей, бастауыш you, одан кейін негізгі етістік past simple'да бірінші формасына оралады, pay for it. Paid емес, pay for it. Ал енді бізде сұрақтардың басқа түрі бар. Yes or no questions. Олардың ерекшелігі, олар бір белгілі ақпаратты қажет етпейді, олар мысалы тек қана ма жоқ па? Үй жұмысыңды істедің бе? Бүгін мектепке бардың ба? Мағжанның сабағын көрдің бе дегендей. Бұндай сұрақтарда бізге question word керек емес. Мына бірінші қадамы түсіп қалады, бірақ қалғанның бәрі сақталады. Мысалы, auxiliary verb, subject, verb, tense. Did you pay for it? Бұл үшін төледің бе? Мысалы, үйдегі счет. Басқа мысал, present perfect шағында question word'ы бар. What have you done? Сен не істедің? Мысалы, бір күшті голливудтық фильмдерді көрсеңдер, what have you done? Сен не бүлдірдің дегенде. What, не, have, present perfect'ің көмекші етістігі, have және has бар, бірақ I, you, we, they мен have қолданамыз. You done. What have you done? Енді бізде кейбір сөйлемдерде негізгі етістік жоқ, бірақ оның орнына to be бар. Мысалы, how old are you? Сенің жасың нешеде? Жасың нешеде деген ол сенің болмысың туралы сұрақ қой, сол үшін бұл жерде негізгі етістік деген болуы мүмкін емес. How old are you? How old бұл жерде құрылым қандай? Question word, одан кейін to be етістігі, оның шағында, қай шақта сөйлесіп жатыр, сол шақта. Және бастауыш. How old are you? Сенің жасың нешеде? Where was Қайсар yesterday? Қайсар кеше қайда болды? Where was, неге was? Себебі Қайсар, all. Where was Қайсар yesterday? Мысалы, олар болса, where were they yesterday болушы еді,
When was she born? Ол қашан туылды? When was she born? Бұл жерде енді көмекші етістік, егер біз оның туылған жылын нақтылағымыз келсе. When was she born? Бірақ басты есте сақтау керек құрылым. Question word, одан кейін to be етістігі өзінің шағында, одан кейін бастауыш. Қажет болса, бізде қосымша, толықтауыш, пысықтауыш болуы мүмкін, немесе қосымша етістік. When was she born? Бізде тағы да бір сұрақ түрі бар. Бұны біз осыға дейін өтпеген едік. Кейбір сұрақтарда біз мысалы, кімнің немесе заттың не екенін білгіміз келеді. Және бұндай сұраулы сөйлемдерде арнайы сұраулы сөз өзі де бастауыштың рөлін атқарады. Мысалы, who broke the window? Терезені кім сындырды? Бұндай сұрақтарда сұраулы сөйлемнің басында тұрған сөз өзі де бастауыш болып жатыр. Сол үшін бізге көмекші етістіктің қажеті жоқ. Who did break the window деп айтсақ, ол қате болады. Неге десеңіздер, сұраулы сөздің өзі бастауыш рөлін атқарып жатыр. Сол үшін бұндай сөйлемдерде біз етістіктің формасын бұрынғыдай, сұраулы сөйлемдерде өзгертетіндей өзгертіп қажет емес. Сол негізгі формасында қалдырамыз. Who broke the window? Broke деген терезені кім сындырды, кім шақты? Break етістігінің екінші формасы. Who broke the window? Мысалы, бір танымал ән бар, оны, білмеймін, 90-2000 жылдар туылғандар білуі мүмкін. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who? Дәл солай. Who let? Let деген, let етістігінің екінші формасы, бірдей, let, бірақ, who let the dogs out? Who did let the dogs out деген қате. Who's knocking on the door? Дәл қазір кім терезені қағып жатыр? Who is knocking on the door? Бұл жерде енді аса айырмашылық көрінбеуі мүмкін, әдеттегі сұрақтармен, бірақ мына жерде анық, past simple мен. Who broke the window? Немесе, what made you think that way? Мен жиі осындай сұрақ қоямын. Мысалы, сені осындай ойға итермелеген не? What made you think this way? Дәл солай. What did make you think деп айтсам қате, бірақ what, не сені осындай ойға итермеледі? What made you think that way? Енді осы білімді бекітіп көру үшін бір тапсырма бірге орындап көрейік. Бұл тапсырмада біз сөйлемдерді дұрыс ретімен қоюымыз керек. Сонда аяғында бізде сұраулы сөйлем шығады. Want, does, ice cream, he. Мен сұраулы сөз көріп тұрған жоқпын, сол үшін бірден auxiliary verb көмекші етістіктен бастасақ болады. Does, одан кейін бізде формула бойынша subject, he, одан кейін main verb, want, ice cream. Does he want ice cream? Ол балмұздақ жегісі келеді ме? Дәл осы үлгімен қаласаңыздар мына кестені қолдануға болады. Қолдануларыңыз қажет. Және келесі 5 сөйлемді дұрыс ретімен құрастырып көріңіздер. Видеоны паузаға қойып, кейін жауаптарыңызды менікімен салыстырасыздар. Ал енді мені тыңдауға дайын болсаңыздар, жауаптарды бірге салыстырайық. Playing, enjoy video games you do. Саған видео ойындар ойнау ұнай ма? Мен арнайы сұраулы сөз көріп тұрған жоқпын. Auxiliary verb'тен бастаймыз. Do, одан кейін subject, you, одан кейін main verb, enjoy. Enjoy what? Нені ұнатасың? Одан кейін толықтауыш. Playing video games. Do you enjoy playing video games? Келесі. Favorite, your, what is color? Сенің сүйікті түсің не? Сұраулы сөз көріп тұрмын. What? What'тан бастаймыз. What? Одан кейін, бізде to be жүреді, себебі бұл жерде негізгі етістік to be. Бұл бағанағы, ережеге бағанады, осы айтқан. What is? Одан кейін, нені нақтылаймын. Сенің сүйікті түсің не? What is your favorite color? What is your favorite color? Сенің сүйікті түсің. Келесі, go, we can to the park today. Go, we can. Біз бүгін саябаққа бара аламыз ба? Бұл жерде, арнайы сұраулы сөз көріп тұрған жоқпын. Көмекші етістіктерде жоқ, бірақ бұл жалпы рұқсат па, рұқсат емес пе? Сол үшін бізге мына can етістігі көмектеседі, одан бастаймыз. Can, одан кейін бастауыш, subject, we, одан кейін негізгі етістік, go, can we go, ары қарай уже пысықтауыш, қайда? To the park today. Әдетте мезгіл үстеулері, мезгілді көрсететін сөздер сөйлемнің аяғында тұрады. Can we go to the park today? Where does live she? Ол қайда тұрады, ол қыз.
Не ол қыз? Сұраулы сөзден бастаймыз. Where. Одан кейін көмекші етістік does. Одан кейін subject, әрине she. Және аяғында етістік live. Where does she live? Ол қыз. Homework. Have you finished your? Бұл present perfect-тағы сұрақ. Өз үй жұмысыңды бітірдің бе? Әрине, мен сұраулы сөз көріп тұрған жоқпын, сол үшін арнайы көмекші етістіктен бастаймын. Have, subject, you, main verb, finished. Finished what? Нені бітірдің? Your homework. Have you finished your homework? Үй жұмысыңды бітірдің бе? Бұл yes or no questionның мысалы. Мінекей достар, well done, good job. Егер барлық жауаптарыңыз дұрыс болса, осы сабақтың жаңа сөз тіркестері. Help in the garden. Бағана даурмеді. Өз отбасына көмектесті ғой. Бақшада көмектесу. Storytelling holds up. Әңгіме жалғасады. Discuss historical context. Тарихи контексті талқылау. Share anecdotes. Anecdote деген анекдот деп аударғыларыңыз келуі мүмкін, бірақ anecdote деген ол әңгіме, бұрынғы оқиға. Knock on the door. Есікті қағу. Break the window. Терезені сындыру. Enjoy playing video games. Видео ойындарды ойнауды ұнату. Spend time together. Бірге уақыт өткізу. Eat delicious food. Күшті тағамды жеу. Learn something new. Жаңа бірдеңені үйрену. Жаңа нәрсені үйрену. Неге достар, бүгінгі сабағымыз өте пайдалы болды деген үміттемін. Енді бұны бекіту үшін платформадағы жаттығуларды бірге орындайық.